Жаңа жоғарыда айтып өттік қой. Құрбан шалу кімдерге міндет болады деген кезде, дәл сол шарттар әйел адам бойында табылатын болса, онда әйел адамда құрбандық шалу міндет болады деп айтамыз. Әйел адам өз атынан бөлек құрбан шалдырады ол кезде. Енді әйел адам мысалға табиғаты нәзіктігі себепті ол құрбандықты шалуы мүмкін. Ондай кезде, жаңа ұстазымыз айтып өткендей, бір өкілді тағайындап, соған шалдырса болады. Және бұл жерде енді ұстазымыз айтып өтті, жаңағыдай басына тұрып, өзі қарап тұру, ол мұстахаб амал болады. Жақсы көрілген амалдардан. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа хадисте айтады Фатима анамызға. Фатима тұрды, құрбандығының қасында болды деп айтады. Неге? Өйткені оның алғашқы жаңағыдай құрбанды бауыздаған кезде қанының алғашқы тамшы жерге тамуыменен сенің өткен күнәларың кешіріледі деп айтқанда. Сонда яғни абзалдықтары бар. Бұл нәрсені мен айта кетейінші. Жаңағы әйел адам отбасында кезінде бір жағдай болған. Біз бір жерде қызмет жасап жүргенде бір кісі келді. Жалпы осы құрбан айт кезінде ғой. Сосын бізден сұрады. Жалпы қой қанша адамға шалынады сонда? Сиыр қанша адамға шалынады деп. Сосын біз айтып жатырмыз, шариғатта не бар, соны айтамыз ғой. Қой бір адамдық, сиыр 7 адамдық деген сияқты ғой. Сосын ол кісі айғайлап кетпесі бар ма кәдімгідей. Қалай сонда сендер? Мен отбасымда 5 адам бар, үлкен балиғат жасына толып тұрған. Сонда 5-еуі де құрбан шалу керек пе? Біз отбасымыздан 5 қой шалу керекпіз бе? Сендер не істеп жүрсіңдер, қайдан келгенсіңдер деп сөйтіп айғайлап кетті да. Енді ол шариғатты кеңінен түсіну керекпіз ғой. Отбасында 5 адам болуы мүмкін, бірақ соның жаңағы материалдық жағдайы, отбасындағы табысы бір жерге жиналуы мүмкін да. Бәрінің біреу студент, біреу бірсе деген сияқты ғой. Онда сол отағасы бір құрбан шалады да, жағдайы толып тұрған сол ғой. Басқасына міндет емес ол, қарасаңыз. Пайғамбарымыздың да дұғасы бар ғой. Құрбанды шалды да, пайғамбарымыз дұға еткен, үмметімнің атынан осы шалынып жатқан құрбан деп. Отағасы құрбаны шалады, ары қарата дұғасын бағыштасын, отбасына амандық тілесін, шаңырағына амандық тілесін деген сияқты ғой. Әйел де тура сондай ғой енді. Өзінің жағдайы болса, бөлек шалу керек. Жағдайы болмаса шалмайды. Енді бұл жерде ата-бабаларымызда мынандай бір үйде мынандай бір әдіс қолданатын. Мысалы, бәрінің жағдайы толмайды ғой құрбан шалуға, бірақ отбасы атынан шалып жатыр. Осы жылы мысалы пәленше деген ұлға дейді, арнайды. Кенжесін арнауы мүмкін. Келесі жылы екінші ұлының атынан шалып қояды. Келесі жылы жұбайының атынан шалып қояды. Солай қарата ол отбасында 3-4 адам болса айналып отырады да солай. Көрдіңіз бе? Солай отбасында жасайтын, солай бір ниет ететін құрбанды осылай да шалуға болады деген бір әдісі бар негізі. Бұл да шариғатымыздың кеңдігі ғой.